Ассалауму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менің мәрт ақ көкірек, ақыллы хам төзімлі Қарақалпақ халқым. Мен Қарақалпақ халқының Қоңырат арысының Қара Қият тайпасынан, Бөгежін урунан шыққан, өз заманында Қара Татар халқы атыменен белгілі болған Шыңғыс Қаған бабаңызбан. Менің қаным түркі бабаларымның қаны, менің тарихым сізлердің тамырыңыз. Бүгін мен сізлерге биік аспанлардан нәзер салып тұрман. Жүрегім, сана сезімім сізлерменен бірге. Мен 2022 жылдағы қайғылы, қанлы саратан күнлерінде шейіт болған перзентлерімізді ешқашан ұмытпаймын. Олар өз жерінің һәм Қарақалпақ халқының намысын, мәмлекетлігін қорғаған қаһарманларымыз. Сізлер сол шейіт кеткен перзентлеріміздің рухларына бағышлап, оқып, жанлары жәннетте болғай деп еске алғайсызлар. Мен Алла Таала дәрғахында Құдайдан сізлерді бала шағаларыңыз бенен бірге бақытлы болуыңызды тілеймен. Қарақалпақ елім парақатшылықта жасауын һәм еркін рауажлануын тілеген халда мұдамы дуада боламын. Таза жылыңыз құтлы болсын. Рухыңыз биік, бірлігіңіз бекем болсын.